Баршаңызға сәлем. Біз қазір осы кофтаның пішуін сіздерге көрсетемін. Алды артын бір дестен екі бүктеп, бірге пішіп үйренеміз. Соңына шейін мұқият қарап, үйреніп алыңыздар. Өйткені бұл өте жеңіл түрінде пішіліп тігіледі. Бүгін біз мынандай нені үйренеміз. Мына кофтаны біз бүгін үйренеміз. Ол үшін мені арқасын салдым, сіздерге алдын салдым. Мына менің меркім. Әркім өз меркаларын қоясыздар, я? Мінекей, енді біз қыздар мынандай матаны аламыз. Біздің матамыз екі қабат болу керек. Мен сіздерге қазір екеуін бір дестен қалай оңай пішуін көрсетемін. Соны бір-бірлеп жүргенше. Мінекей бұлай текстеп қойып алдық. Енді біз бұны бұлай қоямыз. Бізге осы жерден мына қызымның бөксесі сыю керек. Бөксеңізді айтшы беріңіз, қанша сантиметр? 60 па? 58. 60. Не қайда? Мел қайда? Мінекей 60-ты абаламыз. Мына қыздың бөксе тұсы, ең үлкен жері өшер. Мына жер емес, бөксесі үлкен. 60-ты аламыз. Қара, бүйтіп бүктей саламыз. Сөйтіп осыны салып көреміз. Мінекей, мына жерге келіп тұр. Менде тағы 2 сантиметрдей запас. Мінекей, мені көрсетті ғой, 2 сантиметр запас болу керек деген ме? Енді бұл қызымның не қакегін, бір десем кофтасының ұзындығында өлшеп алуымызға болады. Где-то өлшерден дейік. Бұл бізде 70, қайдағы 60? Мінекей, 70 сантиметр болды. Үстіп біз квадратымызды сызып алды. Енді осы жерге біз арқасын саламыз. Сен жақындау келіп, мына яқтан жақсы түсу керек енді. Әдемі. Мінекей, мына жерде диктовать етіп айта аласың ғой, мойныңыз қанша? 18. Мінекей, мойын 18, міне қыздар. О қыздың мойны 18. 18-ді бүктейміз. Осылай матаға саламыз, міне. И 1 сантиметр, міне айттым, жылжыту керек. Мені бе жерден 1 сантиметр жылжытып аламын. Енді арқа жағы бейт қарап тұрсаңыз, мені арқасы кішкентай ойық. Осы кішкентай ойық бізде 3 сантиметр, или 4 сантиметр ала беруімізге болады. Бейтіп сызып аламыз. Енді иғымыз 13 сантиметр. Мінекей 13-ті алдық. Мына жерден иықтан 4 түсіреміз. Мінекей мен көрсеттім 4 деп. 4 түсірдік. Енді осыны сызамыз бұлай. Мені сызып алдық, енді қайта өлшейміз. Бұл төмен түскен кезде де бір қосылып кететін әдеті бар. Мінекей біздікі мінер болды. Енді қарап тұрсақ, бізде арқасы 4-тен төмен қарай 20 алынады. Мінекей осы жерге қоямыз. 4-тен төмен қарай 20. Қыздар, сендер түсірмей ақ қойыңдар. Жіберем ғой бәріңе. Мінекей, міне жер 20 сантиметр болды. Енді біз осы 20-ны ойман бөлсеңіз де болады, или көзбен бөлсеңіз де болады. Біз екі қолдың арасын, шығысыны тауып аламыз, е? Мына жер шығысы дейді, мына шығысы. Бұны бөліп саламыз. Бізде шығысымыз арқасы 37 сантиметр. Ой, сіздікі ғой? Өзім күні өтіп кетемен зарында. Тез айт. Арқасы 43, е? Мына арқасы 43 деді. Сол 43-ті аламыз. Ол бұлай салдым, міне 43-імді. Енді осыны төмен қарай сызып жібере салам. Мінекей, мынаны бұлай қосамын. Мұняқа бейтіп 90 градус дейді, тікет. Тікбұрышты 3 бұрыш қып саламыз. Мына жерден 3 и бейтіп салынады. Енді көкірегі керек бұл қыздың. Көкірегіңізді айта сау тез-тез. Шатысып кеткесін е өзіңде. Қанша? 53. Мінекей, 53-ті аласындар да, әшейін бөліп қоя саласындар. Мінекей келді. Мінекей проймасы келді. Енді бізге дыпысыны аламыз. Ұзындығы, мына мойыннан беліне шейінгі ұзындығы керек. 43. 1 сантиметр қосып аламыз, 43 болса. Мінекей бұлай. И мына жерден біз 18 сантиметр алып аламыз бөксесі. Мінекей. И осыны бұлай саламыз. Міні. Енді мінерге талия саламыз, меха бөксе саламыз. Талиямен Талиясы. 47-де 5. 47-де 5, 48 деп ала саламыз.
мінекей 3 сантиметр выточкасы, Бөксе 58. бөксесі 58, біз 60 қып ала салдық, свободный болсын деп. Міне, осы болды. Енді бір-біріне бұны қосып шыға саламыз. Қосып шыққан кезде біздің кофтамыз шыға қойды. Талияң әдемі болып шықты. Енді мына жерден біз запас 2 сантиметрдей аламыз. Бұл бізде қыздар арқасы болды. Арқасының выточкасын сразу ала салуға болады. 10 сантиметр. Мына жерден 10 сантиметр аламыз ара қашықтығы. Мынанда 10 алдық. И ұзындығы да бізде 10 болды, я, выточканың. Сіздерге юбканы үйретіп ғой, тура сол юбканың төмен жағына сыза бересіздер. бір жарымнан бұлай қосып аламыз. Намазса салайын. Қолымда линейка тұрса да жалқауыз кестеп жатыр. Мінекей болды. Біз арқасын түгелдеп салдық. Енді прям тура осы жерден біз алдын сала саламыз. Көріңіз, алды арты почти бірдей. Мына мойындары жаңа 18, қараңыз, жылжыттық. Енді мойын жағы мына ашықтығын көріңіз ба, бұлай. Төмен қарай ашық болады. Оны сіздер 8 сантиметр деп аласыз. Міне бұлай қоса саласыз. Иығы соның өзі, міне 13, бұлай қарай 4. Енді тек мына жеріміз бізде 18 сантиметр болады. Бүйтіп ала саламыз 18-ді. Мына жерге шығысымыз алды қанша? Шығысың кішкентай болу керек. 40 па? 40 па? 41 ма? Мені 41-ді алды. Ол мені ішке қарай тұр. Енді қазір қарасаңыз, бұл ішке қарай кіреді. Өйткені ютубта көрсетсең, бір десе бүйтіп қырқып алады да, олар алдым бүйтіп біраз оя саламыз деп, оя салады бүйтіп мені. Мен көрсеткенде бүйтіп мені қара. Осылай келдік. Енді мынерде көкірегі, жаңа көкірегі 53 дедің ғой, я? 53 па? 53, жарайды, 54. Біз 3 сантиметр қосамыз, мына мәмеге қосамыз, қыздар. Мәмесіне қосамыз, 57 болды. Бүктейсіз да, міне біздің керегі мынау болыптыр. Енді мұняға әшейін қоса саламыз. Мұна жағы бірдей, бұяқта өзгеріс жоқ. Сонда кішкентай өзгеріс мұна жер, я? Мұна жерде мұнамен емес, астымен. Жоқ, мұнаны кейін мұнаманда алуға болады деп. Бүйтіп те алазыламыз ғой, бүйтіп мұны. Енді қазір бізге выточкасын саламыз. Выточкасы 30 ба, сенікі? Айтасашы, қызым. Выточка груди ма? Мәмен ұшы. 28, 30 болса, міне мұна жер болды. Мұна жерден 7 сантиметрдей түсіреміз. Деп, қоса саламыз. Мұнаны шия, мұна жерден түзу алуға да болады, бірақ қолтыққа жақын болып қалады да, сол үшін сәл төменде өзіңе байланысты, не обязательно жеті, одан да төмен алуға болады. Мен выточкаларды YouTube каналына сап қойғам. Мына боковой выточка негізінде сол 15 сантиметр болса жетеді, қыздар. Үш жерде қап кету керек. Бұлай тігілгендер ше. Мен ана YouTube'қа да неге де салып түсіндіріп қойғанымыз. Мінекей болды. Готовый болды біздің кофтамыз. Қазір енді бұны кесеміз. Тоқтатта паузаға. Қазір сызғанымызды осылай қырқып аламыз. 2 сантиметрден мінекей кішкентай жерінен қырқып аламыз. Мұны көрдіңіздер, енді ішіндегісін алып, бұл ішіндегісі арқасы болады. Міне арқасы сондай ашылу керек. Енді бұл жерде көкірегін айналасын қайта саламыз. Мінекей, мына жерде 1 сантиметр артық болды. Бұны да алып тастап, бұлай бүктеп, мына шабуын алып тастаймыз. Өйткені бір жағы ұзын, бір жағы келте болып қалады. Енді алдын көреміз. Міне алды, қарасаңыз бұлай, алдын 8 сантиметрді ойып аламыз. Мінекей, шығысын алып қырқып алды. Енді бұлай бүктеп, етегін текстеп аламыз. Енді бізге алдын ойу керек, 2 сантиметрде төмен, 3 бұрыштап қырқып аламыз. Бұл алдына галстук салу үшін міне осылай көрінеді. Үш жерге біз аптачкаларын да пішіп аламыз. Міне осылай. Енді выточкаларын салып аламыз. Бұл жерде выточкалары тігілу керек. Міне осылай түсіріп алдық. Үстінен ұрып түсірдік. Енді біз алдының аптачкасын астарын пішіп аламыз. Ол астарын кейін көрсетемін. Қазір біз жеңді пішіп аламыз. Жеңді мен сіздерге үйреткендей. Жеңіміз 20 болған, оған 2 сантиметр 22,
анандай ұшағы 15 сантиметр. Жеңнің формуласы 14 сантиметр барлық адамға былай үшбұрыш салып, біреу мына шеттен, міне төбеден 2, пәстен 1 түсіріп сызып ала саламыз. Мінеки жеңі де дайын болды. Жеңінде қазір қырқып аламыз бүйтіп, мінеки. Міне жеңіміз де дайын болды. Енді жеңнің төбесін белгілейміз. О төбеге тігу керек. Мына жерден сәл оямыз. 1,5 сантиметрдей қылып, міне бұл алды болады. Бұны да біз осындай насечке беріп. Міне қазір мынандай үлкен жерінен біз галстугын пішіп аламыз. Галстугының енін 4-5 сантиметр қылып, міне ұзын қылып, осы жерден қырқып аламыз. Міне бұрышын үшбұрыштап қырқып қоямыз. Бұлай, міне бұл біздің галстугымыз. Галстукты бұлай мойнына бит байлауға, бантик байласа да болады. Міне осы әдемі болып тұрады. Енді біз жағасының астарын аламыз. Оны енді біз алдының астарын аламыз. Ол үшін осылай мына бұрышты бүктеп, мына көйлегімізде бүктелген жағын, мына жерде бүктелінген жағынан бүктелінген жағын туралап қойып аламыз. Енді осылай сызып, міне осы сызықтан төмен қарай ұзындау қырқып аламыз. Өйткені кейде басымыз сыймай қалғанда біз ұзын қырқып алғанымыз кішкентай кесіп ашып отырамыз. Мінекей осылай астарын пішіп алды. Қазір төсеп көрсетемін сіздерге. Мінекей осылай тұр, мынаның үстіне қойып салып, тек мына үшбұрыш жерін ақ тігеміз. Оны мына ашық жаққа бізде галстук тігіледі. Мінекей осылай. Міне қыздар осылай пішіп үйреніп алдыңыздар,